Біздің ел энергияны үнемдеу заңына сәйкес жарықтың жұмсалуын 2015 жылға қарай 10%-ға, ал алдағы 10 жылдықтың соңына қарай 25%-ға азайтуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Астанадағы басталған Қазэнерджи 7-ші Еуразиялық форумында үкімет басшысы Серік Ахметов жеткізді. Айтпақшы, биылғы форум аясында бірінші рет бүкіл әлемдік мұнай кеңесінің отырысы қатар өтті. Алдағы 2-3 жылда Қазақстанда мұнай, газ және энергетика саласы бойынша ірі инновациялық жобалар іске қосылмақ. 2 күндік кеңесте тағы нендей мәселелер талқыланды? Тілші тарқатсын. Биылғы форум тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру мәселесіне арналды. Шетелдік және отандық мұнай-газ саласының майталман мамандары бас қосқан жиында бүгінгі энергетика саласының мақсат міндеттері талқыланды және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы Қазақстанның орны мен рөлі қаралды. Әлем бойынша Еуразия кеңістігінің энергетикалық маңыздылығы артты. Ал сол Еуразияда отын энергетика саласы, яғни мұнай өндіру ауқымын өсіруде Қазақстан орны бір төбе. Қазақстан әлем елдері ішінде энергетикалық қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарып отыр. Жаңартылған энергия көздері 5 миллион конденсатты құрайды. Ел басшылары табиғаттың осындай сыйын ысырап қылмай, үнемдеп, енді баламалы энергия көздерін дамытуды көздеп отырғаны құптарлық жағдай. Дүние жүзі бойынша 1 миллиард адам жарыққа зәру. Энергия тапшылығын жою үшін Еуропа, Азия мен ақш өкілдері баламалы энергия көздерін алуды жетілдіру қажеттігін жеткізді. Күннің көзімен желден энергия өндіруге байланысты жобадан қазақ елі де құралақан емес, қаржы бөлініп, қазір 5-6 жоба дайындалып жатыр. Мировой спрос на энергоресурсы будет расти. Энергия ресурстарға әлемдік сұраныс артқан тұста Қазақстан осы энергия ресурстарды тасымалдау маршрутын әртараптандыруды әрі қарай жалғастыратын болады. Ол үшін біз энергетикалық жобаларға инвестиция құюға ниет білдірген компанияларға барынша жағдай жасап, елдің инвестициялық ахуалын жақсартуға күш саламыз. Сондай-ақ біз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жасыл көпір бастамасын қолдай отырып, баламалы энергия көздерін дамытуды қолға алмақпыз. Елдің энергияны үнемдеу заңына сәйкес энергияның жұмсалуын 2015 жылға қарай 10%-ға, ал алдағы 10 жылдықтың соңына қарай 25%-ға азайтуды жоспарлап отырмыз. Елімізде индустриалды инновациялық бағдарламаға сәйкес мұнай-газ зауыттарының жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізіледі. Атырау мұнай өңдеу зауыты қайта жаңғыртылмақ. Соның арқасында жоғары сапалы бензинді өндіру көлемі 3 есеге артады. Ал 2013 жылы солтүстік Каспий жобасы іске қосылады. Қарашығанақта жылына 5 миллиард текше метр газды өңдейтін зауыт салынбақ. Инвестиции. Еліміздің мұнай-газ саласына жыл сайын қомақты инвестиция салынады. Соның арқасында